Алғыс айту күні Қарағандылық Валтек ұйымының еріктілері 85 жастағы еңбек ардагері Элла Грицайға құрмет көрсетті. Олар ардагердің ауласын қардан тазалап, көмек қолын ұсынды. Еріктілердің игі ісі туралы әріптесім Дилнаш Шангери тарқатсын. Элла Грицай Ресейдің Омбы облысында дүниеге келген. Жастық шағында Қазақстанға оқуға келіп, осында отбасын құрған. Ұзақ жылдар ішкі істер министрлігі жүйесінде қызмет етті. 1995 жылы аға сержант шенімен зейнетке шықты. Өкінішке қарай жұбайы Павел Дмитриевич 2021 жылы өмірден өтті. Балалары Геннадий мен Светлана бүгінде шетелде тұрады. Олар анасымен үнемі байланыста. Ұялы телефон арқылы хал жағдайын біліп тұрады. Алайда жұмыс бастылық пен қашықтыққа байланысты тек еңбек демалысы кезінде ғана келе алады. Двое детей выросли, выучили. Менің 2 балам бар. Олар өсіп, білім алып, өз жолдарын тапты. Ұлым шетелде, Израильде тұрады. Ал қызым техникумды бітіріп, тұрмысқа шықты да, алдымен Қырымға, кейін Мәскеуге қоныс аударды. Жалпы менің 5 немерем бар, бірақ бәрі шетелде тұрады. Мен жалғыз қалдым. Бірақ олармен күн сайын телефон арқылы сөйлесіп, байланыста боламын. Олар мені тастап кеткен жоқ, келіп тұрады. Сонымен қатар әлеуметтік қызметкер үйге келіп, азық-түлік әкеліп, үй жинауға көмектеседі. Барлығы үшін алғысым шексіз. Элла Ивановнаға мемлекет тарапынан әлеуметтік қызметкер бекітілген. Дегенмен қыс мезгілінде ауласын қардан тазалау қиынға соғады. Осыны ескерген еріктілер қарияның ауласын тазартып, кіреберіс жолды ашып, ауланы ретке келтірді. Бүгінгі келіп көмектесіп жатқан кісімізде біршама жыл Қазақстанның өрлеуі үшін, мысалы, МВД-да жұмыс істеген деген секілді, оның күйеуі тыл ардагері болған деген секілді. Осының барлығын ескере отырып, жалғыз басты апа болғандықтан кейін келіп, осы қар күреумен көмектесіп жатыр. Маңыздылығын айтпасақ та белгілі, жалғыз басты апаларымызды әрдайым ойда ұстап, тек қана алғыс айту күнінде емес, біз әрдайым келіп отырамыз. Өздеріңіз естігендей, жалпы халық білетіндей, ардағым, ардагерім деген секілді үлкен жас қария деген үлкен акциялардың аясында жүргізіліп отыратын жұмысымыз бүгін осы алғыс айту күніне тұпа-тұс келіп тұр. Қария жастарға алғысын білдіріп, ақ батасын берді. Ал еріктілер үлкендерге қамқорлық көрсету мейірімділік пен сыйластықтың белгісі екенін атап өтті. Дилнаш Шангери, Арғын Әбдікәрімов, Роман Капылов, Сарыарқа телеарнасы.